жерлері қамтылмаған көптеген артынан яғни пікірсайыс дебат тақырыбы ең көшбасшы деп аталады. Мақсаты біздің басты мақсатымыз, бірақ оған не керек? Көп дайындық. Оған не керек? Жауапкершілік. Оған не керек? Сөзім айтып, қазір ойланып жинақтарда диктат келуге шақырады. Бір күн еркіндік тұрышта ондай жоғары мақсаттарға ұмтылу болады. Бір күн қазақ мәдениетінде ерекше орын алады. Ол ел тәуелсіздігі мен батылдықтың белгісі. Бұл де қалды ма? Сөйлеу мәдениеті, сенімділік және уақытты тиімді пайдалана алуға. Және топтық жұмыс болуы. Бірақ осының бәрін қамтып сіздер демалып өтетін боласыздар. Көшбасшы дегеніміз ол белгілі бір адамдарды өз көздеген мақсаттарына жетуге бағыттап, ынталандырып және олардың көздеген армандарына жету үшін бар жан тәнін салатын белгілі бір тұлға болып саналады. Ол адамдарды осы қоғамдағы саяси тәртіпті орнатады және де белгілі бір адамдарды басқару арқылы олар бұл ерекше қабілет, үлкен жауапкершілік деп ойлаймын. Әркім бұл қабілетке ие бола бермейді. Мүмкін оның мектеп кезінде көшбасшылық қасиеті болған, бірақ ол оны қай қырынан ашу керектерін білмеген, дамыта алмаған. Ол мүмкін спорт жағынан ашқан шығар, мүмкін басқа жағынан жеке басқа пайдалануы мүмкін. Мысалға, билік бір адамның қолында болған кезде, ол шоғырланған кезде бұл қоғамға қауіпті жағдайлар туындауы мүмкін. Яғни көшбасшылықтың кері әсерлерін айтып жатыр. Оппозиция ретінде түсініп отырсыңдар ғой, иә? Жеке басшылық деген идеяны қолдайды. Себебі әр адам өз өмірінде көшбасшы болады. Және де ол тек қана туа біткен емес, оны дамытуға да болады. Көшбасшы ол адамның бойына бірдей бола бермейді. Ол үшін адам өзіне көптеген қасында отырған адамдар ғана жетерлік емес, үлкен жауапкершілікті талап етеді. Сол үшін де көшбасшы болу жай ғана атақ емес, оны біз сіңіріп, қарсылық бола тұрмай, оны уже дамыту керек дейді. Бірақ көшбасшы бола тұрмай, өзіңді дамыту қажет. Көшбасшы болу ашуға менің ұстаздарым көп деген әсер тигізді. Мен солардың арқасында көптеген жарыстарға қатысып, көптеген жүлделер орындадым. Үкіметтің пікірі бойынша балалар көшбасшы, яғни көшбасшы болу туарлық біреу екінің бірінің қолынан келеді. Көшбасшы болу тек дамытса болған дейді. Ал сіздер бажа сенімнің сүйі. Көшбасшы болу ар-намыстың нұры, еліңе демеу рухтың күйі деп бүгінгі дебатымызды осымен телевидениеде бір жерде отырмыз ба деп қалдым, совсем басқа бір неде. Сол сияқты мынау бірінші топ керемет, маған өзіме ұнады. Екінші